now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Minus 10 seconds. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. Here we go now on the offense. T-minus 10 seconds. Путь Абая, и когда прочитал первый раз Путь Абая, и мне не понравился Путь Абая тем, то, что он постоянно казахов, сколько я смотрел, он постоянно жамандай береді екен да, қазақтар. Мен ойлаймын, неғып жамандайды, неғып үйтіп болады, неғып осылай болады деген. Соны уақыт өткен соң кішкене түсіндім да, ол күйіп кеткен да. Біз бір-бірімізді көре алмаймыз, бар болса бере алмаймыз, жоқ болса көре алмаймыз да. Сол үшін иншаллах бір-бірімізді қолдап, дұрыс жүргенге дұрыс не жетсін иншаллах. Альхамдулиллахи роббил алямин. Негізі әр қазағым жалғызым ғой, альхамдулилля. И Қазақтан да басқа бізде сетевики у него были Ахат и Куаныш. Фамилии не знаю. Это сетевики, они раскрутили эту компанию, получается, и деньги начали поступать. Я когда увидел обороты, начал говорить, компания будет работать год-два до 2021, типа не переживай. И тут прошло 4 месяца. Изначально, вы изначально, когда создавали, изначально, когда создавали, кинуть хотели, правильно? Это его, он сказал... Ты заебал, по существу говори нахуй, ты че, блядь? Будет долго. Я не знаю, Алло. Да. Теперь послушай, бабки куда дели? Бабки куда дели? Народные бабки куда дели? Уже амбулаторы все деньги. Все деньги, я эти деньги не видел даже. Если ты, сука, меня обманул, я тебе, сука, руки-ноги переломаю. Ты меня понял? Ты не думаешь, что ты в тюрьме спасешься. Ты меня понятно тебе? Разницы нету, блядь. Молдовия, блядь, куда бы ты ни уехал, я тебя там в рот выебу. Ты уже понял, наверное? Да, понял. Мы тебя нашли в тюрьме Молдовии. Нашли, сука? Да. Вот и так же везде нахуй тебя найдем. Этот еблан где сейчас, Джамбулат? Ну, вчера, когда ко мне ребята звонили с Польши, они сказали, то, что его вроде бы взяли в Оренбурге, но я точно не знаю, где он. Но он последний раз был на Кипре. Его приземление было вроде Стамбул, последний раз самолетом там скидывали, то, что он сам внутри Стамбула улетел. И потом после этого убежал со Стамбула в тот же день, когда я сказал, что ищу их. Это я знаю. После этого я не знаю. Дальше, есть еще что-нибудь, что я должен знать? То, что главное знать, то, что его фирма, это получается вот ВЗ, получается то, что вот этот Гарант и Эстейт. Эстейт тоже его фирма, да? И это тоже все его, да. Все, ясно. Еще что я должен знать? Короче, смотри сюда, смотри, если ты хочешь, чтобы я тебе ебало не сломал, видеообращение сделаешь народу, все, что есть, все, что знаешь, скажешь, нахуй, извинения попросишь, и, бля, это видео мне скинешь. Сейчас прям, понял меня? У тебя 2 минуты есть. Сейчас проверка тут идет. Ну, бля, я его рот ебал, у тебя 2 минуты есть, нахуй, за 2 минуты, сука, конкретно, блядь, выставь, нахуй, и поставь, понял меня? Все то же самое, как вам рассказал, так и отправить. Да, и, блядь, попроси прощения, блядь, скажи, нахуй, изначально, как было, и у всего народа казахского, блядь, прощения попроси, кого ты кинул, понял меня? И скажи, блядь, Все понял. что есть, как нет, нахуй, все, что, блядь, мы понимали и знали, нахуй, понял? А то, блядь, ты че, сука, люди умирают, сука, от инфаркта, долбоебы, вы че, сука, қазақтың балдары, нахуй, сондай нәрсе істеватсыңдар, нахуй, ұялмайсыңдар ма, нахуй? Понятно? Все хорошо, сейчас сделаю. Давай, быстро, 2 минуты у тебя есть, перекинешь, давай, все.
несгораемые выгодные вклады деген. Если есть информация по этому поводу, иншаллах, если он в Турцию, мы иншаллах их найдем. На вот этот номер, на номерге жазып аласыңдар. 8775 688 0818. Кого кинули, конкретно насколько кинули и қандай информация бар, любой информация сол ломбард 24 туралы ақпарат мына жіберсеңдер, иншаллах біз мынаяқтан қарастырамыз. Турцияда, Истанбулда осы жаққа кетіп қалды дейді. Иншаллах қолымыздан келгенше көмектесеміз ғой, қанша халық лақтырып кетіпті деп айтып жатыр. Иншаллах біздің қолымыздан келгенше иншаллах істейміз. Номерді жазып алған шығарсың? 8775 688 0818. Наурыз деген бала ғой, иншаллах соған хабарласасыңдар. Қандай информация бар, кім кетіп қалды и кто главный в этом ломбард 24, который сюда уехал. Тоже всю информацию скиньте по нему. Мы иншаллах поработаем. Если Турцияда жүрсе, Стамбулға кетіп қалды дейді. Енді Дубайда жүрсе, онда Дубайда да қайықта жүрген информация жіберсеңдер, проблем жоқ. Россия болсын, Дубай болсын, Турция болсын, Украина, разница жоқ, иншаллах. Қайықта болмаса да ұстап аламыз, иншаллах. Сол Аллахтың қалауымен. Сол қандай мәлімет болса, номерді жазып алыңдар, иншаллах хабарласасыңдар. Осы номерде Наурыз деген балаға. Sequence start. Here we go now on the offense. T-minus 10 seconds. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. Here we go now on the offense. Arman деген досының тұла бойы тұнып тұрған намыспен ареген ғой. Айнұр апам сіздерді көп мақтаушы еді. Мақтаса мақтайтындай бар екен ғой. Адам деген досының иманында деген тіпке сіздерге дәл екен ғой. Ақынның тарихтарды аты қалған, ғалымның кітаптарды хаты қалған, Нұрекеңнің достары келіп қапты, Әзербайжан, Грузия, Атыраудан. Бұл жерде қайсар рухты ерлер отыр, шындықты керек кезде батыр алған. Есімін осы күні ел білетін төр жақта отыр екен батыр Арман. Сендерде елдерімнің арқасында талай көрген сіздердің шатыр алған. Жастарымның намысын көтеремер, ақылдары азайып ақыл алған. Арманжан сізге айтатын тілегім сол, әрдайым келе берсін атың алдан. Семіре бер халықтың пейілімен, көріне бер тек биік сатылардан On for auto sequence start. Here we go now on the offense. Адамзаттың ақылы талғамда тұр. Он 18-ші қабаттан биік шығып, амадандар мінекей заңғарда тұр. Осындай азаматтар құрметіне Балғынбек жырдан шашу арнап жатыр. Бодан болып арман өлген қазағымның арманын тірілтті ғой Арман батыр.
Қыздарымыз қуатты, қыздарымыз ұятты болу үшін ең алдымен еркек кіндіктілер, ер азаматтарымыз мықты болу керек. Халықтың намысын өз намысынан биік қоятын, жаным арымның садағасы деп есептейтін Арман сияқты қасқыр мінезді қазақтың жігіттеріне Аллах тағала зор денсаулық берсін. Қазақтың батырлары қазақтың жеріне керек деп ойлаймын. Сондықтан намысымызға қайрақ болып, жастарымызға қайрат беріп, дұшпанымызға айбат болып, қазақтың жігіттері қазақтың жерінде жүргенге не жетсін. Арман тек қана алға. T-minus 10 seconds. Here we go now, on the offense. Мен жеке басым мен өзім не себепті Марғұлан Сейсенбаевты сыйлайтынымды білесіз ба? Мен кім біледі, өзі сен ғана білесің ғой. Өйткені бүгінгі таңда бізде өздері өте пәк болып, кіршіксіз таза, пейілі баладай таза болып көрінетін ағалар жетерлік. Ырза боласың бар ғой, қасына топ-топ адамдар жинап алады. Бағанағы қоғамдық іс-шараларға араласқысы келеді. Бірақ сол сыйлайым, құрметтеймін бұл ағаларды, ренжімесін, өздерін іштері сезіп отқан жер кімді айтып отқанымды. Бірақ осында ел басына бір әр елде бір қиын күн болады ғой, қаза болады, біреудің жаназасын шығарады. Сол кезде үнсіз қалады ғой ана жарықтықтар. Инстаграмға бір пост салуға жарамайды. Сіз сондай дүниелерді қалт жібермейсіз. Яғни өзіңізге оқып берейін. Осы бірер күн бұрын болған оқиға Дулат Ағаділдің өліміне байланысты былай деп айттыңыз. Бұл деген орны толмас қаза. 6 баланың әкесі, келіншегінің сүйікті жары, қазақ халқының нағыз азаматы. Қош бол, Дулатжан. Дәл сол жерде оның өліміне байланысты өз көзқарасыңызды білдірдіңіз. Шыны керек, қарау керек, зерттеу керек, не себепті екенін деген сияқты. Сізден басқа бір кәсіпкер азаматтар қабырғасы қайысқан жоқ. Мен енді ол дұрыс па бұрыс па білмеймін. Өзіңізден сұрағым келіп отыр. Бұл басқа егер жай өлім болғанда, оғанда әрине жаным ашып мен көңілін айтар едім. Бірақ Дулат Ағаділ ол белсенді, қоғамдық белсенді. Өткен жылдың жарты жылында 50 сөткіде отырып шыққан адам. Ол біз бен сіз үшін абақтыда отырған адам. Біз бен сіз үшін зардап шегіп жүрген адам. Сондықтан ондай адамдардың құрметті мәртебесі ерекше болу керек, менің ойымша. Ондай адамдар ерекше адамдар. Мен өзім қатты құрметтейтін адамдар, сондықтан әрине бұндай жағдайда мен тыныш отыра алмадым. Ал енді қалған адамдарды айтпай қойын, ол әр адам біреу қорқады, біреу қорықпайды, біреу ұмытып кетті, біреу көрмеді. Енді әр адамның ішіне кіріп шықпайсың ғой, мен тек қана өз-өзіме жауап беретін адаммын ғой. Керемет. Жалпы сол Дулаттың өліміне байланысты сіз мынандай бір сөз айтып қалдыңыз. 37-ші жылдардағындай тарих қайталанып, үстің бетінде қаймақтарымыз біртіндеп өліп кетуі мүмкін. Бұндай дүниенің алдын алмаса дедіңіз. Яғни құзырлы. Иә, мен мына жалпы саяси жүйені талдағанда өзім ойлаймын да, бастапқы кезде бастан халқымыз белсенді болмай, немқұрайлықпен, сол селқостықпен бұндай жағдайларға назар аудармаса, онда билік одан сайын кете береді. Біз асқындырып береміз бұл нәрсені. 37-ші жылға біз тез жетіп қалуымыз әбден мүмкін. Өйткені мынандай мысалы Дулат Ағаділ сияқты нәрселерді, мынандай митингілерді қудағалауды біз 90-ші жылдарды ондай біздің жаман түсімізге кірмеген нәрсе. Мысалы, мына кеңес үкіметі құлағаннан кейін біздің бар арманымыз ойбай, бағымыз ашылды-ау, тәуелсіздікке жеттік-ау, міне қазақ енді еркін халық болады-ау деген сондай үмітпен, сондай арманмен жүрген адамыз, міне 2000 жылдан асқаннан бері міне қайтадан кеңес заманынан одан сайын кетіп баратырмыз, кері қарай кетіп баратырмыз. Ал енді қазір жалпы дүниені алатын болсақ, әлемдік ахуалды алатын болсақ, барлық елдерді қарап отырсаң, мен кәдімгі көзім қызығады, олардың істеп жатқан, шешіп жатқан проблемаларының деңгейі мүлдем басқа, олар келешекті ойлап жүрген халықтар. Ал біз әлі мынау 37-ші жылдың салдарымен күресіп жүрміз, мынау кеңестік заманның психологиясымен күресіп жүрміз, санасымен.
ол сондай нелер қатты мені өзімді қынжылтады да, мен ойлаймын, біз алға ұмтылудың орнына біз кері қарай кетіп бара жатырмыз. Сондықтан өз үлесімді қосып жүргенім. We're going for auto sequence start. Армысыздар ағайын. Қоғамда орын алған соңғы оқиғалардың бірі Торғайдың бір боздағы Дулат ағамыздың қазасы қазаққа өте ауыр болып тұр. Соған орай пікірімді білдіре кетсем. Дулат ағаділ торғайлық дерзкий жігіттердің бірі еді. Ол жақтың адамдары жалпы сондай рухты, қайсар, өжет болып келеді. Осы Дулаттай белгілі оппозиция өкілдерінің көптеп шыққандығына таң қалатынмын. Дулат күллі қазақтың жартысын жыртқан қазақтың ортақ батыры, әрине, оған еш дауым жоқ. Бұл жерде әңгіме оның ұшқан ұясы жайында. Дұрыс түсініңіздер ағайын, жершілдік пиғыл жоқ. Меніңше торғайлықтар озбырлыққа, әділетсіздікке төзбейтін, әділдік іздеп шырқырап тұратын сезімтал халық. Табиғаттары сондай сияқты, күрескер халық. Баяғыда хан кене хандық құрамын, қазақтың басын қосамын деп азаттық үшін атқа қонғанда, осы Торғай өңірі оны ең алғаш қызу қолдап шыққан өңір бопты. Осы өңірден шыққан Шәкір батыр, Иман батыр, Амангелдінің атасы, Кенесарының жанында аяғына шейін жүрген белді батырларының бірі бопты. Одан соң ар заманда әйгілі Тархан Шақшақ Жәнібек батыр мен бергіде Төлек Жәуке батырларды осы өңірдің тумалар екен белгілі. Одан кейінгілері бертінге қарай Амангелді мен Атышулы Кейкі Мерген бар. Оны да білесіздер. Торғайдың ар жағын айтсақ, Алаштың зиялылары Ахмет пен Міржақыпқа кетеміз. Дулат ағаділ сондай ортадан шыққан ер еді. Ол нағыз Торғайдың қайтпас қайсар оғланы болатын. Ал қазір күллі қазақтың батыры атанды. Оның заты ақты ақ, қараны қара деп былш еткізіп бетіңе айтып қарап тұратын адамдар қатардан болатын. Дулаттың ауылы Албарбөгет ауылы екен. Ол сол Көгалат, Қызбел деген Торғайдың негізгі ауылдарының бірі, бір-біріне жақын. Осы Дулат түп тамырмен тіпті өзіме аға болып шығуы мүмкін деп те шамалаймын. Қалай десек те, оның қазасы қоғамымызды дүр сілкіндірген ауыр қаза болды. Бұл трагедия бұнымен аяқталмайды. Оның салдары әлі де жалғасады. Бұған мен бек сенімдімін. Оның арты мына режим үшін өте жаман болады деп те жобалап отырмын. Өте жаман. Себебі қазіргі халық бұрынғы марғау халық емес. Бір өкініштісі, енді не болса да, сол өр Дулат, ер Дулат ағамызды енді қайтара алмасымыз анық. Есіл ер көңілде дақ қалдырып көзден ұшты да кетті. Оның қам көңіл үй іші жанұясына азаматтың артының қайырын берсін. Есіл ердің жаны пештен болсын деп көңіл айтқым келеді. Иманды бол батыр, біздің әлсіздігімізді кешіре көр.